Балалар, жағдайларың қалай? Жақсы. Мен сендерге бір қызықты ертегі әкелдім. Тыңдайсыңдар ма? Ертегінің аты жыл басына таласқан хайуанаттар. Қайда мұқият тыңдаймыз. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басына таласыпты. Бұл оқиға былай болған екен. Орман ортасында ұйықтап жатқан қоян есінеп ұйқыдан жаңа оянғандай жан-жағына қарап біреулерді іздейді. Сол сәттен бастап ешкімді көрместен өзінен өзі билей жөнеледі. Қоянның билеп жүргенін көрген орманның түрлі хайуанаттары қоянның қасына жиналады. Олар да қоянға қосылып билеп кетеді. Бидің аяғында сағаттың соққан дыбысын тыңдап тұрып қалады. Бұл не? Бұл келе жатқан жаңа жыл ғой. Ал жылдасы кім болады деп. Бәрі бір-біріне қарап қалады. Сонда қоян тұрып: "Қардай аппақ қоямын, жазда сұрға бояндым. Жаңа жылды өзім бастайтын боп, тәтті ұйқыдан ояндым. Сол түсімде сен болшы деп, бәрің менен сұрадың. Не, маған таңдана қарайсыңдар? Содан билеп қуандым" дейді. Онда ормандағы алшы-қалақанға жиналған хайуанаттардың әрқайсысы жылбасы болуды қалап: "Мен неге жылбасы болмаймын? Мен кімнен кеммін?" деп өзара таласа бастайды. Сонда маңғаздана, асықпай басып, ортаға сиыр келеді. "Мө" деп мөңіредім, молшылық төңірегім. Жылбасы боламын деп ертерек келіп едім, көгалда тұрағым, дайын тұр құрағым. Етім мен сүтіммен адамға ұнадым деп сиыр айтады. Сол кезде жылқы шауып келіп, өзін мақтай бастайды. "Алысқа шауып барамын, адамның бабын табамын. Пайдасы мол жылқының жылбасы мен боламын. Әсем десе әсеммін, кең даланы көсіліп, самал желдей есемін" деп. Сонда түйе ішінен: "Бәрінен де ақылды сұлумын, бойым да биік, жылбасы болу мен болуым керек жылбасы" деп жан-жағына менсінбей кербездене қарап: "Түйемін, жануармын киелі, кім таласар бойыма? Жылбасына иемін, жан-жағыма қараймын, күн мен түнді санаймын. Мен өзімді даланың кербезіне балаймын" деп түйе айтады. Түйенің сөз аяқталысымен қаһарланып, ырылдап ортаға барыс шығады. Барыспын, бәріңе де таныспын, айналаға сыйлымын. Сезім мен алыстым, күшіме сенемін, бәрін де жеңемін. Жылбасы болуға шіреніп келемін" деп барыс айтады. Сол кезде ұлу тұрып: "Ұлу деген мықтымын, жарқын шықтыным. Ойым озар өзімнен, ақыл ой бар сөзімде. Үйім бар өзімнен, сабыр етем төзімнен. Күшпен көріп құлпырар салиқалы сөзімде" дейді. Осы кезде ортаға маймыл секіріп шығып, бәрін мазақтай бастайды. Ол жыланға келіп тиіседі. Жайбарақат жатқан жылан шағып алғысы келеді. Маймыл сәл кідіріп, қайтадан мазақтауға көшеді. Сонда басқа жануарлар екеуінің таласын бақылап тұрады. Ақыры жылан соңында маймылмен татуласып, екеуі билей жөнеледі. "Жыл басына лайық сұлу жыланмын, күшім де, ақ жылдам да десе жылдаммын. Шағады деп бекер жала жабады. Адамды мен уыммен емдей аламын" деп жылан айтады. Сонда маймыл тұрып: "Ей достарым, бекер дауласуды қойыңдар. Бір шындықты қайсың болса да мойында. Бәріміздің ішінен мен ғана ұқсаймын ғой адамға" дейді. Сонда қой ортаға шығып: "Бә, мен қоймын, көк шөпқа тойдым. Жылбасы болуға келіп тұр ойым" деп айтады. Бір уақытта тауық ортаға шығып: "Қоқ, жыл неге әлі жоқ?
барлық бала тоқ. Құмырсқа жемтігім, жоқ ешбір кемтігім. Бәрі де бос мақтанып, шаршамаңдар ентігіп деп тауық айтады. Абала бүремін, үйді қарап жүремін, адамның көрмекшісі досымын, бірімін. Ит болған соң үремін, сергек өмір сүремін. Жеті қазынаның бірімін, адамды қорғап жүремін, деп ит өзін мақтай жөнеледі. Сол кезде доңыз қорс етемін, қорсылдақпын оның рас. Жылдың басы мен болмасам, сонда кім болмақ? Мен адамды мазалап, сұрамаймын тынық су. Тамақты да талғамай, жей беремін, қорс деп доңыз айтады. Сонда бәрі таласып атқан кезде тышқан деген тышқан ар-бері жүгіріп түйенің басына шығып алады да айтады, қулығын асырып: алақай, күнді көрдім алақай, қулығыммен, ақылыммен бәрін жеңдім алақай деп жылдың басын тышқан көреді екен. Бәрің де қараңдар, үйге енді тараңдар, жылды көрген тышқанды жыл басы деп санаңдар деп айтады. Содан бері қарай балалар, бірінші жылды көрген тышқан, одан кейін сиыр, барыс, ұлу, қоян, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ең соңында доңыз көрген екен. Ал түйе болса, аузы ашылып таңырқап, ештеңені түсінбей қалады. Сөйтіп, жыл атауынан құр қалыпты. Балалар, ертегі ұнады ма? Өте қызық екен, сөйтіп, ең бірінші жылдың басын көрген кім екен? Тышқан екен. Ал түйе болса, өзінің бойына сеніп, жылды көруге құр қалыпты. Жарайсыңдар балалар, ертегім ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар, рахмет сендерге.